практикалық жұмысты жалғастырамыз. Қоғамдық объектінің мониторингінде және сарапшы ретінде қолжетімділік картасын толтыруға кірісеміз. Қолжетімді Қазақстан сайтында объектіге мониторинг жүргізудің күрделілігінің 3 деңгейі және тиісінше тек парақтардың күрделілігінің 3 деңгейі көзделген. Бұл базалық нысан, волонтерлерге арналған нысан және сарапшыларға арналған нысан. Базалық нысан шағын объектілерге толтырылады. Волонтерлерге арналған нысан ірі объектілерге оқытылған волонтерлер толтырады. Ал сарапшыларға арналған нысан болашақта осы нысан негізінде осы объектілерді бейімдеу бойынша ұсыныстар әзірлеу үшін барлық кемшіліктерді ескере отырып, объектінің қолжетімділік деңгейін дәл бағалау қажет болған жағдайда толтырылады. Егер сіз 4 сағаттық оқыту бағдарламасынан өту туралы сертификат алуды жоспарласаңыз, онда алдыңғы 7-ші бөлімді оқып, объектіге мониторинг жүргізіп, негізгі нысанды толтыруыңыз керек. Сіз бұл бөлімді оқымасаңыз және тапсырманы орындамасаңыз да болады. Егер сіз 8 сағатты оқыту бағдарламасынан өту туралы сертификатты алуды жоспарласаңыз, онда сіз оқыту бағдарламасының осы 8-ші бөлімін оқисыз. Мен нақты мысалда мониторинг кезінде қандай өлшеулер жасау керектігін және чек параққа қандай мәліметтер енгізу керектігін айтып өтейін. Объектінің мониторингін олар зерттелген тәртіппен функционалдық аймақтар бойынша жүргіземіз. Объектінің мониторингін жүргізуге және деректерді бірден сайттың мобильді нұсқасына енгізуге болады. Мониторингті жүргізуге барлық аймақтарды суретке түсіруге, содан кейін деректерді компьютерге енгізуге де болады. Екінші жағдайда қосымша материалдарды жариялаған чек парақтарды пайдалану керек. Сонымен кірісейік. Алдымен сіз мониторинг жүргізетін қоғамдық объектіні таңдайсыз. Бұл жағдайда бұл жұмыспен қамту орталығы. Алдымен біз сарапшыларға арналған нысанды дайындаймыз. Оны мониторинг нәтижелері бойынша толтыру қажет. Объектіні қосу үшін объектіні қосу картасының төменгі сол жақ бұрышында орналасқан жасыл түймені басу керек. Нысандар тізімі ашылады. Сарапшыларға арналған нысанды таңдаймыз. Объект туралы жалпы ақпаратты толтырамыз. Барлық нысандардағы объектілер туралы жалпы ақпаратты толтыру бірдей. Атауы жолында жұмыспен қамту орталығы деп жазамыз. Басқа атаулар жолында жұмысқа орналастыру орталығы деген атау жаза аламыз. Бұл не үшін жасалады? Барлық адамдар емнің дұрыс жазуын біле бермейді. Сондықтан біз атауын басқа нұсқада жазу арқылы объектіні табуға мүмкіндік береміз. Әрі қарай сіз таңдаған объект орналасқан картаға нүкте қою керек. Ол үшін әрине елді мекеннің картасын жете түсіну керек. Естеріңізге сала кетейік, біз картаны Павлодар қаласында орналасқан жұмыспен қамту орталығы мекемесінің үлгісінде толтырамыз. Егер сіз басқа қалада болсаңыз, тізімнен қалаңызды таңдауыңыз керек. Оны қалай жасау керектігін біз бұрын айтқанбыз. Сонымен біз нақты мекен-жайға белгі қойдық. Ол үлкен үтір секілді және бірден мекен-жай жолында объектінің мекен-жайы автоматты түрде қойылады. Біздің жағдайда бұл Бектұров көшесі 115. Әрі қарай біз ұсынылған тізімнің объектінің санатын таңдаймыз. Бұл тізімде өмірдің барлық негізгі салаларының нұсқалары ұсынылған. Бұл жағдайда бұл мемлекеттік мекемелер объектінің санатын анықтағаннан кейін біз объектінің ішкі санатын таңдауымыз керек, яғни қызмет сипаттамасын дәлірек анықтауымыз керек. Мұндай бөлу болашақта біздің ақпаратты пайдаланатын пайдаланушылар үшін қажет. Біздің жағдайда нысаны ішкі санаты бұл әкімдік. Әрі қарай біз көргеніміздердің негізінде объектінің ауызша сипаттамасын қосу керек. Сипаттама өте қысқа болу керек. Біз бұл ақпаратты жаңа сөздерді білмейтін қарт адамдар оқи алатындығын есте ұстауымыз керек. Немесе қарапайым сөздермен жазылған қысқаша ақпаратты түсінетін зияткерлік мүгедектігі бар адамдар
Сондықтан қазір біз келесі мәтінді жаза аламыз. Тұрақ жабдықталмаған, электр көтергіші бар, жанасу жолдары бар, дәретхана жабдықталмаған. Бірден барлық суреттерді тіркейміз. Біз объектіге жалпы ақпаратты толтырдық және қолжетімділік сипаттамасына көшеміз. Ол үшін беттің төменгі жағындағы келесі түймесін басамыз. Автотұрақты сипаттаймыз. Ғимараттың жанында қоғамдық тұрақ бар, бірақ ол мүгедектігі бар адамдар үшін жабдықталмаған. Біз чек парақтағы сұрақтарға жауап беруіміз керек. Мысалы, тұрақ орындарының саны. Әрбір сұрақтың жанында түсініктемелер бар, яғни ол 25 орынға кем дегенде біреу нормативті бойынша қалай болу керектігі жазылған. Оң жақта сіздің жауаптарыңыздың нұсқалары бар. Белгісіз, қарастырылмаған, жоқ. Біз ұсынған жауаптардың бірін таңдауымыз керек. Автотұрақ жабдықталмаған, жол белгілері жоқ, белгілеулер жоқ және тұрақтан жаяу жолға шығатын жолдар жоқ екен көріп отырмыз. Бұл жағдайда біз барлық сұрақтарға жоқ жауабын таңдаймыз. Біз ғимараттың кіреберісіне дейінгі қашықтық сұрағына жетіп, жауабын таңдаймыз. Өйткені тұрақ ғимараттың кіреберісінен 25 метр қашықтықта орналасқан. Бұл тұрғын емес, және біз 100 метрден аз тұрғын үйлер үшін деген сұраққа жауап бере отырып, қарастырылмаған жауабын таңдаймыз. Өйткені бұл жағдайда қолжетімділіктің бұл элементі қолданылмайды. Біз қоғамдық ғимаратты сипаттаймыз. Біз ғимараттың сыртындағы қозғалыс жолын сипаттаймыз. Жауаптарды таңдаймыз. Осыдан кейін жүйе өзі мүгедектігі бар адамдар үшін автотұрақтың қолжетімділігін бағалайды. Одан да көп жүйе мүгедектіктің әр санатындағы адамдар үшін автотұрақтың қолжетімділігін бағалайды. Автоматты түрде бағалайды. Автоматты аймақты бағалаудың астына қажет болған жағдайда өз түсініктемеңізді қалдыра алатын терезе бар. Түсініктемені тек сайт модераторы көреді. Сонымен біз тұрақ пен объектінің аумағы туралы барлық сұрақтарға жауап бердік. Келесі аймаққа көшеміз. Ол үшін біз беттің төменгі жағындағы келесі түймесін басамыз. Сондай артқа түймесі бар. Оны басу арқылы біз қажет болған жағдайда чек парақтың алдыңғы бетіне орала аламыз. Біз кіреберіс тобы деп аталатын басқа аймаққа көшеміз. Бұл бет бірнеше бөлімге бөлінген. Алдымен біз ғимаратқа кіретін есіктер санын көрсетеміз. Егер есіктер 1-ден 3-ке дейін болса, онда біз жауабын таңдаймыз. Кіру есіктер туралы қалған сұрақтарға қарастырылмаған деп жауап береміз. Егер кіру есіктерінің саны басқаша болса, онда бізге қажетті жолға деп жауап береміз. Қалған жауаптар қарастырылмаған. Біздің жағдайда бір кіру есігі біреу. Бірінші жолда деп жауап береміз. Келесі сұрақ кіреберіс жер деңгейінде. Біз қарастырылмаған деп жауап береміз. Өйткені ғимараттың баспалдақтары да электр көтергіші де бар. Жер деңгейінде дегеніміз есімізде болса, бұл асфальттан тікелей кіру, оған баспалдақ та, пандус та немесе лифт те қажет емес. Чек парақтың әрбір сұрағына дәйекті түрде жауап береміз. Біз баспалдақтың электр көтергішінің алдында, есіктің алдындағы алаңның, алдыңғы есіктің тамбурдың элементтерін бағалауымыз керек. Барлық сұрақтарға бос жол қалдырмай жауап береміз. Сұрақтарға неғұрлым мұқият жауап берсек, жүйе кіреберіс тобының және объектінің қолжетімділігін дәлірек бағалайды. Ыңғайлы болу үшін біз сізге кіреберіс тобының барлық элементтерін, суреттерін және чек парақтарының бір бөлігін ұсынамыз. Сіз чек парақты толтыра отырып, біз қойған барлық жауаптарды көрнекі көре алу үшін қосымша материалда біз сіздермен бірге жасаған практикалық жұмыстың нәтижелерін орналастырдық. Біз көріп отырған барлық элементтерді қысқаша сипаттап өтемін. Кіру есіктерінің санын біз анықтадық. Біздің жағдайда бір кіру есігі бар. Баспалдақтың сипаттаймын. Бірінші және соңғы баспалдақтарда ескерту жолақтары жоқ.
баспалдақтардың ені 40 см-ден аз, баспалдақтардың биіктігі 12 см-ден асады, баспалдақтардың саны 6 және 3, баспалдақтың маршының ені 135 см-ден асады. Тұтқалар жоқ. Пандустың орнына мұнда электр көтергіші бар, сондықтан пандусы сипаттайтын барлық сұрақтарға қарастырылмаған деп жауап береміз. Электр көтергіші өте жақсы, мұндай сирек кездеседі, сондықтан біз барлық сұрақтарға я деп жауап береміз. Кіреберіс алаңы кең, бірақ шатыры жоқ, алдыңғы есік пандусқа қарай ашылады, басқа бұзушылықтар жоқ. Біз сұрақтарға я деп жауап береміз. Қызметкерлердің шақыру түймесі электр көтергіште орналасқан. Осымен біз кіреберіс тобын сипаттадық. Жүйе аймақтың қол жетімділігін автоматты түрде бағалады. Беттің төменгі жағында тағы бір қадамды қайталау түймесі пайда болды. Бұл егер ғимаратта бірнеше кіреберіс болса, және сіз осы кіреберістердің әрқайсысын сипаттағыңыз келсе қажет. Егер кіру есігі біреу болса, келесі нөміресін басып, келесі аймаққа өтіңіз. Келесі аймақ объект бойынша қозғалыс жолдары. Бұл бет бірнеше бөлімге бөлінген. Қозғалыс жолының аумағы, еден жабыны, ішкі есіктер, ішкі баспалдақтар, ішкі пандустар, лифтлер және ішкі электр көтергіштер. Барлық сұрақтарға дәйекті түрде жауап береміз. Егер қандай да бір элементтер болмаса, онда қарастырылмаған жауабын таңдаймыз. Мен осы аймақтың біз көріп отырған барлық элементтерін қысқаша сипаттаймын. Жолдың ені 1,5 метрден асады, еден қатты, діріл мен саңылауларсыз, тайғақ емес, кілемдер жоқ, ішкі есіктер жоқ, сондай-ақ баспалдақтар, пандустар, лифтлер және ішкі көтергіштер жоқ. Мекеме бірінші қабатта орналасқан, сондықтан біз барлық жерде қарастырылмаған деп қоямыз. Егер сіздің объектіңізде баспалдақтар, лифтлер мен көтергіштер, есіктер болса, онда бәрін сипаттайсыз. Сонымен біз объект бойынша қозғалыс жолдарын сипаттадық. Жүйе аймақтың қол жетімділігіне автоматты түрде баға берді. Келесі аймаққа өтеміз. Келесі аймақ бұл қызмет көрсету аймағы. Мұнда біз тауарларды немесе қызметтерді сатып алу аймағында жиһаз бен жабдықтың ыңғайлы орналасуын сипаттаймыз. Мысалы, үстел мен сөрелердің биіктігі, күту залдарында жабдықталған орындардың болуы және тағы басқа. Біз әкімшінің сөресі жоғары екенін көреміз, бірақ жиһаздың қалған бөлігі стандартты, сондықтан я деп жауап таңдаймыз. Бұл мекеменің қызметіне қатысты жоқ бірнеше мәселелер бар. Олар банк және кассалық аппараттар, вокзалдар мен әуежайлар, мәдениет және спорт нысандары туралы мәселелер. Сондықтан біз осы сұрақтарға қарастырылмаған деген жауапты таңдаймыз. Осымен аймақты сипаттадық. Жүйе қол жетімділікке автоматты түрде баға берді. Келесі аймаққа өтеміз. Әрі қарай дәретхана аймағын сипаттаймыз. Бұл бетте бірнеше бөлімдерге бөлінген. Дәретхананың есіктің болу жағдайын, дәретхананың көлемін, қол жуғышты, унитазды және басқа да жабдықты сипаттау қажет. Алдымен біз келушілерге арналған дәретхананы қандай жағдайларда жабдықтау және қандай қажет еместігін түсінуіміз керек. Дәретхананы жабдықтау үшін екі шарт бар. Бұл мекеме келушілердің саны сағатына 50-ден астам немесе ғимаратқа болу ұзақтығы 1 сағаттан астам. Егер осы екі шарттың біреуі болса, дәретхана жабдықталу керек. Егер ешқандай шарт орындалмаса, келушілер үшін дәретхананы жабдықталмаса да болады. Мысалы, дәріханада, шағын дүкенде, дүңгіршекте және тағы басқа. Біздің жағдайда дәретхана міндетті түрде қажет және ол бар. Біз көріп отырған дәретхананың барлық элементтерін қысқаша сипаттап өтемін. Дәретхананың есігі 90 см, 2018 жылы 18 ақпанға дейін орнатылған. Есікте тұтқалар жоқ, табалықтарда жоқ, есік оңай ашылады. Өлшемдер бөлімі. Біз санитарлық гигиеналық бөлімі қажетті мөлшерін таңдаймыз. Бұл әмбебап кабина. Оның өлшемдері нормаларға сәйкес келді. Жуынатын бөлме қол жуғышы бар және қол жуғышы жоқ дәретхана қарастырылмаған. Қол жуғыш пен дәретхананың биіктік нормативке сәйкес.
тұтқалар унитаздың екі жағындағы орналасқан. Бір тұтқа қайырмалы. Писсуар жоқ. Кресло арбамен бұрылуға арналған бос орын жеткілікті. Басқа жабдықтар бар. Киім мен балдаққа арналған ілмектер, сабын, дәретхана қағазы, қоқыс жәшігі, электр кептіргіш. Бірақ басқа керек жарақтарға арналған ілмек жоқ. Мысалға, сөмкеге арналған айна жоқ. Егер жабдық болса, онда иә жауабын таңдаңыз. Егер жабдық болмаса, жоқ жауабын таңдаңыз. Қызметкерлер шақыру теңесі бар, оған жазба жазылған, бірақ оны орналастыру нормативтерге сәйкес келмейді. Бар элементтерді атап өту керек. Бұл міндетті емес, бірақ біз оны орнатуға кеңес береміз. Бұл дәретхананың неміс сұлбасы. Сол зағип адам дәретханада бөлмесінде өздігінен жүре алады. Бұл өте ыңғайлы. Барлық аймақ сипатталған. Келесі аймаққа өтеміз. Келесі аймақ навигация. Бұл беттегі бірінші бөлім. Мүгедектігі бар адамдардың барлық санаттары үшін жалпы ақпарат. Бұдан әрі мүгедектіктің жекелеген санаттарына қатысты бөлімдер. Алдымен жалпы ақпарат. Бұл оқуға болатын қаріп, мемлекеттік және орыс тіліндегі ақпарат тілі, қол жетімдіктің халықаралық белгілері, жедел эвакуация жолдары, кесте, кабинеттердің нөмірлері, тақтайшалардың биіктігі, электронды тақталар. Біздің жағдайда біз барлық сұрақтарға иә жауабын таңдаймыз. Келесі им-ишара бойынша ақпарат бөлімі. Им-ишара тілінің аудармашысы жоқ. Зияткерлік мүгедектігі бар адамдар үшін көрнекі ақпарат бар. Жанасу жолдары, брайль қарпіндегі мәтін, мемосұлбалар бар. Бірақ үй-жайлардың мемосұлбасы кіреберіс есікте орналасқан. Бұл нормативтік бұзылуы. Келесі аймаққа өтеміз. Қызметтің қол жетімділігін бағалау кезінде оның әмбебап жоба немесе ақылға қонымды құрылғы екенін анықтау маңызды. Егер қызмет бүкіл ғимаратта көрсетілсе, яғни кез келген адам, кез келген қабатқа және ғимараттың кез келген бөлмесіне кіре алатын болса, онда бұл әмбебап жоба. Бұл жағдайда біз әмбебап жоба жолында я жауабын және ақылды құрылғы жолында қарастырылмаған жауабын таңдаймыз. Егер бірінші қабатта қызметтердің барлық спектрін алуға болатын болса, онда біз әмбебап жоба жолында қарастырылмаған жауабын таңдаймыз. Ал ақылды құрылғы жолында я жауабын таңдаймыз. Екі нұсқада біз үшін қолайлы, бірақ егер барлық қабаттар және барлық бөлмелер қол жетімді болса, ал ғимараттың бірінші қабатында біз барлық қызметтерді ала алмаса, онда бұл жолдарда жоқ жауабын таңдаймыз. Бұл кресло арбамен қозғалатын адамдар үшін, арбадағы балалары бар ата-аналар үшін, жаяу жүргіншілердің көмегімен қозғалатын адамдар үшін бұл объектіге қызметтер қол жетімді емес. Сондықтан объектінің өзі де қол жетімді емес дегенді білдіреді. Әрі қарай қалған сұрақтарға жауап беру керек. Жүйе осы аймақтың қол жетімділігін бағалайды, ал біз қоғамдық нысанның соңғы аймағына көшеміз. Келесі аймақ 7 жасқа дейінгі балалар үшін қызметтердің қол жетімділігі мен қауіпсіздігі. Бұл бетте сұрақтар бірнеше блоктарға бөлінеді. Тамақтану орындары, бос уақыт, қауіпсіздік және инфрақұрылым. Бұл жағдайда объектіде балалар аймағы қарастырылмаған. Осыған сәйкес біз барлық сұрақтарға қарастырылмаған деген жауапты таңдаймыз. Сондықтан жүйе бұл аймақты бағаламайды. Дегенмен бұл мекемеде жөргектейтін үстел баланы тамақтандыруға арналған бөлме болуы керек. Өйткені бұл мекемеге кішкентай баласы бар жас ана келуі мүмкін. Олар баланы тамақтандыру немесе жөргектеу үшін жағдай жасалуы керек. Бұндай бөлмелер көптеген мемлекеттік мекемелерде жабдықтала бастады. Осымен біз барлық шек парақтарды толтырдық. Енді дайын темесін басу керек. Осыдан кейін жүйе сізге модератор тексергеннен кейін бір күн ішінде объект картада пайда болатындығы туралы хабар береді. Окей темесін басыңыз. Сіз практикалық бөлімді аяқтадыңыз. Осыдан кейін сіз байланыстар бетіне өтіп бізге хабарлама
жазуыңыз керек. Мысалы, сәлеметсіз бе, мен оқуды өттім, практикалық жұмысты орындадым, картаға Павлодар қаласында жұмыспен қамту орталығын енгіздім, сертификатты күтемін. Содан кейін жіберу теңгесін басыңыз. Құттықтаймыз, сіз барлық қосымша материалдарды жүктей аласыз. Олар төменгі орналасқан. Сәттілік.